көтеріп жүрейін деп отыр ғой аналар. Бәрін бір жерін ашты ғой халық, сол үшін залы бұлар. Прокурор, соттардың бәрі залы халыққа. Бір ата-ана былай жүгіріп Қашатындарын қаштырып жібердік қой. Сонда ана кісі айтты ғой, сендер қайда барсаңдар онда барыңдар. Сендердікі қолдарымен істермен, мойындарымен көтергіземіз деп. Сонда мен анда жыладым, аға дедім. Вот барам дедім. Вот әділдік жеңет дедім. Әділдік бар, президентіміз бар. Мен барам. Маған десе шетелге барам дедім. Вот сендер, мен айттым ана, бізде көп ата-аналар үшін мынандай беріп, Талдықорғанда масқара ақша береді. 4-5 мың. Мен ондай ақшаны болса да дедім. Мен табам дедім. Шетелге барамыз бәріміз. 10 миллион десе табам. Бірақ мен сіздерге Шетелдіктер ақша жинап береміз деп отыр. Келіңдер деп жатыр Америка. Бірақ шетелге дейін барамыз. Бос сөз емес. Бірақ дедім, мен біздің президентіміз бар, заңымыз бар. Аттай алмаймын ол кісілердің, бірінші соқсылардың алдан өтірмейді. Маған бүйтіп жындап тұр. Баш. Әрине президент өзі стрелять на поражение деп. Без предупреждения. Жоқ, 96 күн ормаса байқын сөзін 5 сағат отырмай. Басқа жерге барамыз өзі. Жазыңдар. Соны айтамын, жылдам ашын, оны айтқанмен сеттірмей қалаға. 96 сөздің толықтай жүйеден айтып берсеңіз. Жоқ, жетіп Сізден 96 сөздің толықтай түйінлеген сіз. Біздің талдықорғандықтар сөйтіп сөйлейді. Майда шүйдесін бәрін.